қаншама адамдар бар дейді жер бетінде, қажеттіліктері орындалмай жатыр. Жейтін нәрсесі жоқ, ішетіні жоқ, қиыншылықта. Бүгінгі таңда мынау интернетпен бәріміз көріп отырмыз, әлемнің қай түкпірінде не болып жатыр, не қойып жатыр. Барлығы таяқтың екі ұшы бар. Бір жағынан хабардар болып отырсың, бір жағынан етіміз үйреніп бара жатыр, байқап жатсыздар ма? Бір қайғылы хабар келеді, өтіп кете береміз. Бір күнде бұрындары бір қайғылы хабар келсе, оны қортасың, қайғырасың, уақыт өтіп барып ол ұмытылады, сөйтіп барып кейін екінші хабар келеді, солай еді ғой. Қазір бір үстіне бірі. Бір бала ауырып жатыр деп келсе, жанымыз ашып ақша жіберетін ек. Кейін көйіп кетті, осылар-ақ деп өтіп кете беретін болдық. Мына не үшін жаңағы 99 адам өлтірген, ақыр соңында 100-шісін өлтіргенге орын ауыстыр деді. Білесіздер ме? Себебі жаңағыдай қоғам, жаңағыдай орта сені күнәңа да, басқаңа да егер тосқауыл қойып, сені жақсылыққа тартпаса, ол жақсы орта емес. Сол үшін өзіңізге орта жасауға тырысыңыз. Араласатын адамдарыңыз, төңірегіңіздегілер. Мына жүректі өлтіріп жібермеу керек. Қайғырмайтын жүрекке айналып кетпеу керек. Қайғыра білу керек. Өзге мұсылманның қиыншылығына қайғыра білу керек. Пайғамбар алейхиссалату вассалам не үшін түн жарымда барып өзгенің есігін тақылдатып жүрді? Абу Жахилдің үйі есігі тақылдап жатыр. Мынандай қатты қараңғы түнекте жел болып тұр далада. Мына адам өте мұқтаж адам дейді. Негізгі аты оның Омар, білесіздер. Абул Хакам дейді оны. Меккеліктер. Пайғамбарымыз Абу Жахил деп ат қойған оған. Ешқандай даналардың әкесі емес, ол надандардың әкесі деп. Ақылды болған, бірақ анау сол жақ миы жақсы жұмыс істегенде қайырға емес. Біліп тұр, қатты мұқтаж адам дейді. Мынандай тас түнекте келіп тұрған, есігім тақылдап тұрған қатты мұқтаж. Не сұраса берем дейді. Есікті ашып қалса пайғамбар алейхиссалату вассалам тұр. Ла иляха иллаллах деп айтшы дейді. Неліктен? Себебі қайғыру бар. Тозаққа кетпесін. Тозаққа кетіп қалмасын деген. Дүниеде де мейлі материалдық қиыншылығына да жанымыз ашымайтын болса, ол жүрек қатайып кете береді сөйтіп. Соған жол бермеуіміз керек.